Ал сен білімді қалай жинақтайсың? Мен саған нақты не екенін көрсетемін. Мен сенің картаны таңдағаныңды қалаймын. Тек бір картаны таңда. Бұл міндетті түрде ортасында болу керек пе? Жарайды. Сондықтан оны өзіңе сақта. Бұл карта менің саған білім сыйлығым. Жақсы ма? Менде керемет ой пайда болды. Бұл менен емес. Білім туралы ежелгі ілімдерден шыққан. Сондықтан ешкім білімге емес. Сондықтан мен өзім үйренгенімді ғана жеткіземін. Оны дамыту үшін не істеу керек? Ең маңызды тәжірибе алған біліміңізбен бөлісу. Бұл туралы ұмытпаңыз. Өйткені егер сіз білімді сақтасаңыз, ол жоғалады. Бұл сиқыр. Егер сен мұны өзің үшін сақтап, өзімшіл болсаң, оны өзіңе сақта. Мен мұны үйрендім, мен оны сақтаймын, мен оны ешкіммен бөліспеймін. Ол жоғалып кетеді. Ұмыт. Бірақ егер сіз бұл біліммен бөліскіңіз келсе, оны кез келген адаммен бөлісіңіз. Ол өседі. Және бұл туралы неғұрлым көп айтсаң, соғұрлым ол өсіп, күшейе түседі. Және осы білім тұқымынан таңғажайып білім ағашы шығады. Солардың бірінен ол көптеген бұтақтарға таралады.